Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай сүп-сүйкімді пинетки тоқуды үйренеміз. Бұл пинетки 0-ден 6 айға дейін бүлдіршіндерге арналады. Бұл пинеткиді спицамен тоқыдым. Спица номері 3-те 5, 3,5 мм. Менде жіп Alize Merino Royal 50 граммда 100 метр. Кішкентай ғана маркер керек. Қайшы. Ал енді мастер-классымызды бастаймыз. Ол үшін бізге ең алдымен 32 петля набирать ету керек. Жіптің ортасынан алған дұрыс. Өйткені тоққан кезде, тартылған кезде жіп домалып айналмайды. Ортасынан ыңғайлы болып шығып тұрады. Спицамыз менде круговой спицей. Magic Loop способымен, әдісімен бүгін тоқимыз. Ең бірінші 32 петля набирать етеміз. Жіпімізді ұзынырақ қылып алдық. Енді алдыңғы жіпті осылайынан ұстап, артқы жіпті указательный саусағымызбен ұстап, ортасынан спицаны өткізіп, айналдырып аламыз. Бұл бізде бірінші петля. Екінші петля. Астынан алып, үшінші петля набирать еттік. Алдыңғы жібіміздің астынан алып, артқы жібімізді осы істеген доғалдан шеңберден өткіземіз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 петля набирать еттік. Енді тағы да бір петля набирать етеміз. Круговой спицамен біріктіру үшін. Жібімізді алып, ортасына жылжытып, қақ ортасынан бөлеміз. 16 петля, 32-ні 2-ге бөлсек 16-да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 петляны алып, ортасынан өткіземіз. Біздің петляларымыз дәл осылай бір-біріне қарап тұру керек, айналып кетпеу керек. Енді рабочий нитіміз бізде оң жақта болады.
оң жақтағы жаңа бір набирать еткен біріктіру үшін бір петля набирать еттік қой, сол петляны екінші спицаға өткіземіз. Мына жіпті ұстап тұру керек, шығып кетпес үшін сөгіліп. Аламыз да. Өткізіп алдық. Мына жіпті былайынан тартып ұстап тұрамыз. Екінші спицамызды шығарамыз. Енді біріктіреміз. Алдыңғы ілгекті, алдыңғы петляны алып, бір-бірінен бірінші петлямыздың үстінен лақтырамызды. Өйстіп біріктіреміз. Сонда бізде бұл бірінші петля болып есептеледі. Бұл оң лицевой. Лицевая петля, оң петля. Бір оң, бір теріс резинка тоқимыз. Ұзындығы өздеріңізге қажетті ұзындықты тоқып алыңыздар. Менің пинеткемде жаңағы осы тоқитын манжеттің ұзындығы 7 сантиметр болып келеді. Бір оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс. Осылай по кругу тоқимыз резинкасын. Оң, теріс, оң, теріс, лицевая петля, но изнаночная петля. Лицевая петля, изнаночная петля. Бір спицамызды тоқып бітірдік. Енді мына жағынан тартамыз. Оң, теріс. Енді теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс. Осылай пинеткеміздің ұзындығын тоқып аламыз. Шатас кетпес үшін маркермен белгілеп алсаңыздар болады. Қай жерден басталады, қай жерден аяқталатынын білу үшін. Оң, теріс изнаночный петлямен аяқтадық. Бұл бізде бірінші қатар. Мен скрещенный оң петлямен тоқимын. Теріс изнаночный, скрещенный оң петля тоқу үшін, скрещенный лицевой петля тоқу үшін ортасынан аламыз да. Оң, сол кезде біздің петлямыз осылай скрещиваться етіледі. Изнаночный, да, обычный изнаночный тоқимыз. Оң, скрещенный, изнаночный, скрещенный лицевая петля, изнаночная петля. Скрещенная, изнаночная, скрещенный оң, изнаночный, оң, теріс, оң, теріс петля, скрещенный оң, теріс.
спицамызды шығарып аламыз. Осы екінші қатарды тоқып көрсетемін, сосын ары қарай өздеріңіз қажетті биіктікпен тоқып алсаңыздар болады. Скрещенный оң петля, изнаночная петля, скрещенный оң, изнаночная, оң, изнаночная. Изнаночная, скрещенная лицевая петля, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Екінші қатарды тоқып бітірдім. Мынау жіп тұрған жерден бастамасы деп. Маркердің орнына менде осындай жіп болады. Осы жіп арқылы ориентироваться ете аламын. Осылай до конца енді өздеріңізге керекті биіктікті тоқып алыңыздар. Резинкасын 7 сантиметр тоқыдым. Егер де бұлайынан санасақ, қатар бойынша санасақ, 21 қатар тоқыдым. Лицевой изнаночный петлямен. Бізге енді пинеткеміздің алдын тоқу керек. Алдын тоқу үшін 11 петля лицевой қатар, 13 қатар 11 петля лицевой тоқуымыз керек. Бұлайынан 11 ұзындығы бойынша, ал қатарынан 13 лицевой петля тоқу керек. Енді бұл лицевойды мен обычный лицевоймен тоқимын, скрещенный тоқымаймын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11-ші петляны лицевой қылып, изнаночный, кромочный петля алып тоқимыз. Кромочный петля, изнаночный 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кромочная петля. Екінші қатар кетті. Үшінші қатарымыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 кромочная петля. Екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11. Осылайынан 11 қатар тоқыңыздар. 11 қатар, 13 қатар лицевой петля тоқыдым. Енді боковойнан 6 петля набирать ету керек. Ол үшін мен ең бірінші мына жерден аламын. Крючокпен іліп алайын, мына жерде сәл қиынырақ болып жатыр. 1,
2, 3, 4, 5, 6 петля набирать еттік. Енді біз осындай рис узорымен тоқимыз. Рис узорымен тоқу үшін бізде петля саны жұп болу керек. Бұл бізде бірінші қатар рис узорының бірінші қатары болып есептеледі. Мына жерде изнаночный. Рис узорын тоқу үшін изнаночный алдыңғы қатарда изнаночный болса, келесі қатарда осы изнаночныйды лицевоймен тоқу керек. Ал лицевойды изнаночный осылай чередовать етіп тұру керек. Рис узоры шығу үшін. Мына жерде бізде изнаночный. Біз бұны лицевой қылып тоқимыз. Сәл қаттырақ қысамыз. Мына жерде дырка, чтобы не образовалась. Изнаночный, лицевой, изнаночный и лицевой. Мына жерде изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң. Енді осы жерден де 6 петля аламыз. Мына жерден аламыз. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Біреу самый астынан аламыз. Үшеуін тастап, мына жерден 2, 3, 4, 5 и 6. Осы жерге маркер қойып қоямыз, чтобы келесі жолы шатаспас үшін. Бұл рис узорының бірінші қатары болады. Енді екінші қатары. Біз бағана мына жерде рисовый узорды бастадық. Мына жерде лицевой болды. Енді келесі осы қатарда изнаночный болу керек. Мына жерде изнаночный, лицевой, 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 значит, лицевой петлядан бастаймыз. Лицевая петля, изнаночная петля. Бұл екінші қатар. Рисовый узорды 10 қатар тоқуымыз керек. Бұл екінші қатар. Лицевой, изнаночный, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс, оң, теріс. Мына жерде скрещивать етейік, чтобы дырка не образовалась. Оң, теріс, оң, теріс, оң. Енді рисовой узорымыз басталады. Мына жерде изнаночный. Мына жерде изнаночный, значит лицевой. Мына жерде лицевой, значит изнаночный. Осылай чередовать еткен кезде біздің
рис узорымыз шығады. Екінші қатарымыз. Спицамызды өткізіп аламыз. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Он, тирес, он, тирес, лицевая, изнаночная, он, тирес, он, тирес, он, тирес, он, тирес. Екінші қатарымызды тоқыдық. Маркеріміз шығып кетті. Мына жерде маркер тұрған. Бұл маркер біздің үшінші қатарымыздың бастамасы. Мына жерде теріс петлямен аяқтадық. Мына жерде ең бірінші біз оң петлямен бастадық. Енді бұл жерде бізде теріс болады. Изнаночная петля болады. Изнаночная петля. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Осылай тоқып жіберіңіздер. Маркер тұрған жерде кездесеміз. Үшінші қатарымызға да келіп жеттік. Үшінші қатарымызды тоқып бітірдік. Төртінші қатарға келдік. Маркер тұрған жерден басталады. Мына жерде оң петлямен аяқталды. Мына жерде изнаночная петля. Значит, бұл жерде лицевой петлямен тоқып, осылай чередовать етеміз. Осындай рисовый узорды оң қатарынан өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Оң қатарын тоқып бітірген кезде, сол кезде кездесеміз. Оң қатар рисовый узорымызды тоқып бітірдік. Енді бізге осындай табан тоқу керек. Алдыңғы 11 петля. Екі боковой жақтан қысқартып отырамыз. Ең бірінші қысқартуымыз. Мен бұл басқаша қысқартайын енді. Аламыз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11-ші петля, 12-ші петля екеуін бірге біріктіреміз да за задней стенкой артқы жағынан екі петляны бірге осылай қысқартамыз. Келесі жол, келесі қатар кромочный петляны шешеміз да 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Екеуін біріктіріп қысқартамыз екі петлядан. Он бірінші петля, 12. Значит, екеуін біріктіреміз. Екі алдыңғы бетінен аламыз да изнаночный. Қысқарды. Келесі қатар.
тағы да 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 петля. 2 петляны біріктіреміз да қысқартамыз. 11 петля болды. Кромочный петляны шешіп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 петляны қысқартуымыз керек тағы. Осылайынан шығарып аламыз да. Қайттан кіргізіп, мына ілгегімізді спицамызды шығарып алып, 11, 12. Осы 2 петляны қысқартамыз боковойнан. Қысқартып 11 петля. Енді обратно. Екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, 10, 11. 11 и тағы мына жақтан, боковой жақтан бір петляны алып, екеуін біріктіріп қысқартамыз. Осылай до конца табан жағынан 11 петля қалу керек, бас жағынан 11 петляға қалу керек. Табан жағынан 11 петля қалғанға дейін өздеріңіз тоқыңыздар, сосын екеуін инемен біріктіреміз. Артқы жағындағы 11 петлядан сразу екі жақтан лесканы шығарып алдым, белгілеп алдым. Нақты болып көрініп тұру үшін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 петля табаны. Осылай қалдырып қойыңыздар. И қалған на боковойда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қалыпты мына жақтан. И осыларды боковойдан қысқартып, осы 11 петляға дейін тоқыңыздар, сол кезде кездесеміз. Түсінбей жатқан болсаңыздар, бірге тоқуды шештім. Осылайынан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петлямен келесі боковойдағы петляны алып біріктіреміз. Үш жерден айналдырамыз. 1, кромочный шешіп аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Боковойдағы бір петляны аламыз. Екеуін қысқартамыз. Осылай осы боковойдағы петлялар біткенше енді тоқымыздар. Ең соңғы боковой петля қалды, соны бірге тоқып көрсетуді шештім. Кромочный петля 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ең соңғы қысқарту 11. Табаны осылай шықты.
Ана кейін барлығын ілгекпен араларына, жіптің араларына тығып тастаймыз. Енді үстіде 11, астыда 11 петляларды екеуін инемен біріктіреміз. Қазір жібімді кесіп алдым. Осындай ұшы доғал инені алып, инемізден өткіземіз. Өткізіп алдым. Осылайынан астыда жіп, рабочий жіп астында болған кезде төбе жағынан, получается, үстіңгі жағынан іліп аламыз. Үстіңгі жағынан бұлайнан кіргізіп, іліп алдық, сосын шығарамыз. Енді астыңғы жағына түсеміз. Үстіңгі жағынан іліп алдық тоже. Енді бұны да түсіреміз. Самый бірінші петля. Сверху вниз, сверху вниз. Екі жақта да сол осы иненің қозғалысы төбеден астыға қарай, астыдан төбеге қарай ілу керекпіз. Төбеден кірдік. Астыдан шығардық. Төбеден кірдік. Астыдан шығардық. Енді қайтадан төбеден кірдік. Бір петляға 2 рет кірген кезде түсіреміз. Төбеден кірдік. Түсіреміз. Астынан іліп аламыз. Енді төбеден кірдік. Астынан іліп аламыз. Тағы да төбеден кірдік. Астынан іліп аламыз. Мына алдыңғысы шығып кетіпті. Түсінікті үшін қайттан іліп қояйын. Төбеден кірдік. Астынан шығарамыз. Қайтадан төбесінен кіргіземіз. Астынан шығарамыз.
Қайтадан төбесінен кіреміз, астынан шығарамыз. Петляларымызды ұстап тұрайық, чтобы шығып кетпес үшін менікіндей. Төбеден кіреміз, астынан шығарамыз. Тағы да төбеден кіреміз, астынан іліп аламыз. Бір петляға 2 рет жүк кірген кезде сол петляны алып тастаймыз. Мына екінші төбеден кірдік, шешіп алып тастасақ болады. Астынан жоғары қарай кіргіземіз. Тағы да бір петляға екінші рет кіріп жатырмыз. Жоғарыдан төменге қарай кіргіздік, алып тастасақ болады. Енді астынан жоғары қарай көтереміз. Қайтадан жоғарыдан төменге қарай кіргіздік, шешіп алып тастасақ болады. Төменнен жоғары қарай кіргіземіз жібімізді. Сол кезде осылай бізде лицевой петлялар шығады. Бір кет осылайынан. Бесшовный, шовсыз петлялар шығады. Қайтадан жоғарыдан кіргіземіз, астынан шығарамыз. Қарап байқап тұрмыздар, жіптеріміз оралып қалмас үшін жоғарыдан төменге шешіп аламыз, төменнен жоғарыға. Қайтадан үстіңгі спицамыздың петелькаларын жоғарыдан төменге, төменнен жоғарыға осылай іліп аламыз. Ұстап тұрамыз, жібіміз оралып қалмас үшін. Тағы да төменнен кіргіздік, жоғарыдан төменге, төменнен жоғарыға. Ең соңғы қалды. Жоғарыға. Осылай оралып қалмас үшін қарап байқап тұрмыздар. Шығарып алайық. Тартамыз. Жоғарыдан төменге инені кіргіземіз. Төменнен жоғарыға кіргіземіз. Сөйтіп спицамызды шешіп аламыз. И осы жерде подровнять етіп жібереміз да. Жаңағы ең соңғы петелькамыздан бір рет кіргіздік қой. Сол жерден қайтадан алып, келесі жерде көрдіңіздер ме, дырка образовалась. Тесік көрініп тұр. Осыны жамау үшін келесі петелькаларға өткізіп көрінбеу керек. Былайна тартамыз. Все, болды.
Ары қарай инемізді тығамыз. Пинеткемізді теріс айналдырып аламыз. Енді мына жіпті стежокпен тығып тастаймыз. Бірінші бекітіп алайық, сөгіліп кетпес үшін. Оны мен былайынан бекітем. Арасынан өткізем жіпті. Сөйтем де тартамын. Сол кезде мықтылап тұрып бекітілді. Енді қалған жібімізді тығамыз араларына. Мына жіпті де осылайынан мына жердегі петлялардың арасына тығып, осы оң петлямен осылайынан жіпті тығып тастап жатырмын. Былайынан тартып жібереміз. Кейін жуғаннан кейін петлялардың барлығы орнына келеді. Жуғаннан кейін осы бұйымдарымыз әдемі көрінеді. Қолмен жуу керек, жып-жылы суда. Енді пинеткемізді оң қаратамыз. 0-ден 6 айға дейін бүлдіршіндерге пинеткеміз дайын болды. Мына манжетін былайынан қайырып, сүп-сүйкімді пинеткеміз аяқталды. Енді осы пинеткеге осындай бауды тоқу үшін келесі мастер-классымда көрсетемін. Бүгінгі осымен біздің мастер-классымыз аяқталды. Егер де мастер-классым ұнаса, лайк, подписка жасап қойыңыздар. Осымен біздің сүп-сүйкімді пинеткеміз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.